Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Жалпы каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алыңыздар және ойын ұнаса видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Жалпы бүгінгі сабағымызда мен сіздерге осындай Polyjuice ойынын көрсетемін. Polyjuice'тің осы кезге дейін 6 версиясы шықты. Енді бұл соңғы версиясы болуы мүмкін, 7-ші версия. Бұл жерде қосымша дыбыстар қосылған, толығымен қамтылған. Енді қазір мен толық көрсетемін. Шаблон жалпы 26 слайдтан тұрады. Бұл жерде тек қана тура сол Polyjuice'тің өзіндегідей 3 кезеңнен тұрады. 3 кезеңнен кейін финалдан кейін супер играсы бәрі бар. Енді мен мысалы осын ашып көрсетейін бірінші. Главныйда тұрады, осы жерден показ слайдов сначала деп ашамыз. Басталады. Бұл жерде сұрағын шығару үшін мынаған бір рет басамыз. Сұрағы шығады. Сосын ойында ойнату үшін барабан айналдырады. Сосын әріптер айтылады. Бұл жерде мынандай әріптер жатады. Қатыгездік осылай еді. Дұрыс жауап болса, бұлай барып тұрады. Енді мына жерде уақыт бар. Бұл уақыт 1 минут 60 секунд, яғни 1 минутты қамтиды. Барлығын сөздер тауып болғаннан кейін мынаған бол. Енді мына жерде, яғни айналдырған кезде балды осы жерден басып қойып отыруға болады. Мынау бізде бонус. Бонусқа жаңағы екі әріпті табатын болса, немесе жаңағы өзінің шарттары бар, өздеріңіз қоясыздар. Мына жерде шкатулка бар. Шкатулканы ашып көрейік. Бір шкатулка бар. Ал екінші шкатулка бос бізде. Енді былай басамыз, осыған келеді. Келесі кезеңге өтетін болсақ, мынаған бір рет басамыз. Шаблон жалпы өте оңай, қиын емес. Өткен бұл жерде барлық дыбыстары нелері өзі әдемі қойылған, барлығы істейді. Мына жерде өзінің шкатулкасы міне әртүрлі етіп қойылған. Сосын келесі кезеңге өткізуге болады. Барлық кезеңде енді мен бұл жерде барлығын көрсетпеймін, өйткені барлығын көрсетудің қажеті жоқ, өйткені барлығы істейтін көрініп тұр. Мына жерде супер игра бәрі. Енді бұл шаблонды алғаннан кейін қалай қолданасыздар, сол туралы қысқаша көрсетіп өтейін. Бұл жерде анимация қою керек. Мысалы бір сөзге біз анимация қоюымыз керек болатын болса, мен оңай жолын қазір көрсетіп өтемін. Әрбір әріпке анимация қойып шығу керек болды. Мына жерге сұрағын жазып қоя саласыздар. Яғни бірінші кезеңнің сұрағы мына жерде жазылады, екінші кезеңнің сұрағы мына жерде жазылады. Сосын анимация арқылы мына жерге қойып шығамыз. Енді мыналарда барлығында қате жауаптың анимациясы бар. Біз тек қана дұрыс жауаптың анимациясын істейміз. Ол үшін мен слайдты былай кішірейтіп аламыз. Енді бізге қандай әріп керек? Мысалы, мына жерде әріптер тұр. Былай қарайсыздар. Осы жердегі қайсы әріп керек сіздерге? Мысалы, былай өткіземіз. А керек па? А-ның үстіне бір рет басам. Мына жерде былай жанды ақ түсті болды. Осыны алам, мына жерге алып келіп қоям мысалы. Қай жерге қою керек мысалы? Мына Қ-дан кейін қазан деген сөз бар, мысалы қаңтар деген сөз бар болатын болса, Қ-А мына жерге келеді. А-ны осы жерге қоямыз, болды. Сосын мына жерден төменге қараған стрелкадан времяға өтеміз. Осы жерден дұрыс жауап деген белгілейміз, болды. Дұрыс жауап. Міне. Енді бір анимация қойылу керек, болды. Осыны енді үлкейту керек. Бұған үстіне басып тұрып добавить анимация. Мына жердегі изменить размер дегенге басамыз, болды. Үлкейтеді яғни. Енді осыны алып тұрамыз, мына жердегі А-ның алдына қоямыз. Осы жерден запустить вместо предыдущим деп қоямыз, болды. Анимацияның бар болған осы. Енді мен ашып көрсетейін. Мысалы, біз жаңа А-ға анимация қойдық. Сразу басып көрейін. Үлкейіп, осы жерге келіп тұрды. Болды. Яғни кез келген бір сөздегі әріптерді осылай қойып шығасыздар. Жалпы бұл жерде қиын емес, өте оңай. Анимациялары өздері анимациясы дайын тұр. Қате жауаптыкі дайын тұр. Тек қана дұрыс жауапты істеп шықсаңыздар болды. Сонымен сабағыңызда қолдана бересіздер. Жалпы осы, назарларыңызға рахмет.